жасауға әйелдер қалай қатысады, кімдер қатысады, қанша жаста? Жалпы бұл не, қандай жоба? Осы орталықтың 30 жылдық мерейтойының қарсаңында осындай 10 жанұяға осындай тегін жолдама клиниканың атынан берілгелі отыр. Бұл халық үшін жалпы үлкен көмек деп ойлаймын, себебі бағасын білесіздер, қазір эко программасы қанша тұратын. Сондықтан да бұл халыққа, қарапайым халыққа, қаражаты жетпей жатқан халыққа бұл үлкен көмек. Бір балаға зар болып жүрген немесе бірнеше программа жасатып, бір жолдар болмай жүрген пациенттер болса, Қазақстан азаматы кез келгені бұл проектке кіре алады. Тек қана Астана емес. Бірақ бұл проект жасалады Астана Ирында. Врачқа, репродуктологқа жазылып, сол жақтан, яғни анализдеріне қарайды, денсаулығына қарайды, жасына қарайды, гормондарына қарайды, соның барлығын репродуктолог мамандар қарап, таңдап, 10 жұпты алып, сіздің осы эфирі арқылы Қазақстан оны көріп отырады, біліп отырады, қалай жасалып жатыр, кімге жасалып жатыр. И нәтижесінде ешқандай жасырын болмайды, барлығы осы Гүлмира ханым сіздің эфиріңіз арқылы түсіріліп беріліп отырады. Сондықтан да біз сізбен 5 сәуірде Астана қаласына бара жатырмыз. Ал енді ИРМ жалпы клиникасы осындай 30 жыл мерейтой қарсаңында тек менің оқырмандарыма арнайы тағы квота дайындап отыр. Сондықтан міндетті түрде өздеріңіздің тағдырыңызды, хатыңыз жазыңыз. Сол үшін осы ана болуға дайындалып жүрген, кәдімгі медициналық тексеруден өткен, сондай дайын болғандарыңыз болса, тіптен жақсы тексеруге. Сондықтан баршаңызға керемет шанс, сәттілік.